Саламатсыңдар ма балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері бөлімі бойынша сүйінші тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажыратамыз. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтау құрастырып жазып үйренеміз. Өткен сабақта біз жеті ата ел танудың бастауы тақырыбын өткен болатынбыз. Ендеше қазақ халқының жеті атаны тарату ретін төмендегі кестеге әріптерді қою арқылы қалпына келтіріп көрейік. Дұрыс балалар, кестенің жауабы төмендегідей. Бала, әке, ата, үлкен ата, баба, түп ата, тек ата. Балалар, берілген суреттерге назар аударамыз. Суреттерде қандай салт-дәстүрлер бейнеленген? Дұрыс айтасыңдар. Тұсау кесер, бесікке салу, бет ашар әдет-ғұрыптары бейнеленген. Ал бүгінгі сабақта қазақтың көнеден келе жатқан салт-дәстүрлерінің бірі сүйінші дәстүріне тоқталатын боламыз. Сүйінші қуанышты хабар әкелушіге берілетін сыйлық. Дүниеге жас нәресте келуін, келін түскенді, алыстағы сағынған адамның келгендігін, жоғары атақ, үлкен сыйлық берілуін, тағы басқа қуанышты сәттерде алғаш хабарлаушы сүйінші сұрайды. Сүйіншіге бағалы зат немесе ақша беріледі. Қуанышты хабар жеткізуші адам сүйінші деп келеді. Мұндайда қуанышты үй иесі қалағаныңды ал дейді, немесе оған риза болатындай сыйлық ұсынады. Бұл қуанудың, ризалықтың белгісі. Оқушылар, бүгінгі сабақта кіндік шеше, өкіл әке, шілдехана осы ұғымдарға тоқталатын боламыз. Кіндік шеше жаңа туған нәрестенің кіндігін кескен әйел. Өкіл әке жастар қосылғанда туған әкенің орнына әке болатын қамқор адам. Шілдехана жас сәбидің дүниеге келу құрметіне жасалатын той. Бүгінгі сабақта үстеу және оның ішінде мезгіл үстеуі және мысалдар келтіретін боламыз. Үстеу дегеніміз қимылдың, іс-әрекеттің мекенін, мезгілін, жай-күйін, мақсатын, сын бейнесін, себебін білдіріп, грамматикалық жағынан түрленбейтін сөздер. Мезгіл үстеуі қашан, қашаннан деген сұрақтарға жауап беріп, қимылдың, іс-әрекеттің мезгілін, мерзімін, уақытын білдіреді. Мысалы, таңертеңнен кетті, жазғы тұрым келеді. Үстеулер құрамына қарай дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара үстеулерге негізгі және туынды үстеулер жатады. Күрделі үстеулерге сөздердің бірігуінен жасалған үстеулер және сөздердің қосарлануы мен қайталануы арқылы жасалған үстеулер жатады. Бірінші тапсырма. Төмендегі үстеулердің жасалу жолдарын анықта. Бүрсі күні, жазды күні, биыл, былтыр. Дұрыс айтасыңдар оқушылар. Бүрсі күні, жазды күні сөздердің бірігуінен жасалған күрделі үстеулер. Биыл, былтыр түбір мен қосымшаға бөлшектенбейтін негізгі үстеулер. Екінші тапсырма. Мезгіл үстеулерін қатыстырып, өздеріңіз көрген қуанышты оқиғаға байланысты сүйінші хабар туралы шағын эссе жазыңдар. Үшінші тапсырма. Шілдехана туралы деректі жинап, өткізілу ретін жазыңдар. Балалар, бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Сабақта қазақтың салт-дәстүрлері, сүйінші жайлы пайымдаулар жасадыңдар. Үстеулер, оның ішіндегі мезгіл үстеулерді ажыратып үйрендіңдер. Күрделі мезгіл үстеулердің жасалу жолдарын түсіндіңдер. Бүгінгі сабақта маған не қызықты болды, маған қандай мәселеде қиындық туғызды, осы мәселе бойынша кері байланыс жасаңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.